أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي شمل إحسانه كل حي وعد الجنة والرحمة لمن أطاعه وعد النار والعذاب لمن عصاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا ضد له ولا مثل له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Барлық мақтау әлемдердің Раббысы болған Аллаға тән. Алла субхану ва тағала өзіне бойсынған пенделерді жәннатқа кіргізген, және де өзіне қарсы келген пенделерді тозаққа өз әділдігімен кіргізген, және де бұл дүниеде сынақ қылған Алла субхану ва тағалаға сан санақсыз мақтаулар болсын. Және де әлемге рахмет етіп жіберілген момындарға жәннатпен сүйінші хабар жеткізген, адамдарға тозақты ескертіп келген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға және оның жанұясы мен сахабаларына Алла субхану ва тағаланың сәлем мен есендігі болсын. Алла тағала Құран кәрімде былай дейді: وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Раббыларына қарсы келуден сақсынғандар, олар топ-топ жәннатқа жолданады. Сондай-ақ олар оған барғанда оның есіктері ашылады. Оларға оның сақшылары: сендерге сәлем, қош келдіңдер, жәннатқа мәңгі қалатын түрде кіріңдер дейді. Олар бізге берген уәдесін шынға шығарған және бізді жәннаттың жеріне мұрагер еткен Аллахқа барлық мақтау лайық. Жәннаттан қалағанымызша орын аламыз. Амал қылушылардың сыйлығы қандай жақсы дейді. Алла субхану ва тағала бұл аятта өзіне бойсынған, өзінен қорыққан, тақуалықпен безенген пенделеріне жәннатты уәде етіп тұр. Алла тағала жәннатты да жаратты. Алла тағала тозақты да жаратты. Жәннатты жаратып оны қиыншылықтармен безендеп қойды. Ал тозақты жаратып оны жақсы нәрселермен безендеп қойды. Міне Алла тағала алғашқыда жәннатты жаратты да оған сөйле деді. Сонда «Қад әфләхәл муъминун» деген жәннат. Расында момындар құтылды деді. Алла тағала менің ұлықтығыма сеп, саған сараңдар кірмейді деді. Алла тағала міне өз рахметімен жәннатты 8 есік етіп жаратты. Тозақты 7. 8 қақпа қылып жаратып қойғанына пайғамбарымыздың мына хадисі дәлел. Егер де дәретті толық алып болсаңдар, одан кейін ашхаду ан ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деп айтатын болсаңдар, Алла тағаланың жәннатының 8 қақпасының кез келгеннен кіресіңдер деді. Бұл жәннат қақпалары. Алла субхану ва тағала жалпы пенделерді осы өзінің дәрежесіне лайық етіп қалаған есігіне кіргізеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: егер де кімде-кім өз әйелдеріне жақсы нафақа беріп қамқорлығын алатын болса, қияметте хайр, жақсылық деген есік олар шақырады дейді. Кімде-кім бұл дүниеде ораза ұстайтын болса, қиямет күні оларға жәннаттың райян деген қақпасынан шақырады. Кімде-кім намаз оқитын болса, ол намаз есігінен. Кімде-кім Алла жолында күрес шахид болатын болса, ол шахид есіктер шақырады. Міне пайғамбарымыз осыны айтқанда: Абу Бакр, я Расулалла, осы есіктердің бәріне бірден кіретін адам бар ма дегенде: ей Абу Бакр, сен кіре шығарсың деп ойлаймын. Жәннаттың алғашқы қақпасы ол жәләл деп аталады. Яғни ол інжуден жаратылған жәннат. Екіншісі сәлам деген. Ол қызыл жақұттан жаратылған. Үшіншісі мәуа деп аталады. Жасыл зүбәржаттан жаратылған. Кейінгісі жәннатул хулд деп аталады. Ол ақ маржандардан жаратылған. Кейінгісі ол наим жәннаты. Ол аппақ күмістерден. Одан кейінгісі дәрул қарар деп аталынады. Ол
қызыл алтыннан, кейін Фирдаус жәннаты, оның бір қышы күміс, бірі зүбәржат, бірі жақуттан болады, лайлардың бәрі мисіктен болады. Кейін Аднан жәннаты, ол Аднан жәннатының қақпаларының бәрі алтынмен безенген. Ол қақпалардың ара қашықтығы шығыс пен батыстың ара қашықтығын алып отырады. Оның бір қышы күміс болса, бірі алтын болады. Топырағы анбар, өте иісті, лайлары мисік болады. Міне осы жәннаттың қақпаларына Алла Тағала өзенді ағызып қойды. Ол өзендер сүттен аппақ, балдан тәтті және қардан да суық, өте жағымды өзендер. Оның жанында майда інжу маржандар сияқты тастар бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям миъражға көтерілгенде мен 4 өзенді көрдім дейді. Біріншісі су өзені, кейін шарап өзені, сүт өзені, бал өзені. Міне осы 4 өзенді көрдім дейді. Сонда Жибрил алейхиссаламнан сұрайды екен, бұл өзендердің бастапқысы қай жақтан келеді? Және соңғысы қай жаққа барып құяды дегенде, соңғысы қайда барып құятынын білемін, ол әрине Кәусарға барып құйылады. Кәусар деген пайғамбарымызға берілген өзен. Бірақ та бұның қайдан келетінін білмеймін дейді. Аллахқа жалбарын, Аллахқа дұға ет, Алла Тағала саған білдіріп қояды. Алла Тағалаға жалбарын дұға қылғанда бір періште түседі. Алла Тағаланың әмірімен келдім, сенің дұғаңа жауап беру үшін, сол өзеннің қай жеріне ағатынын көрсету үшін келдім дейді. Көзіңді жұм да аш дейді. Көзін жұмады пайғамбарымыз, ашса үлкен бір күмбездің алдында тұрады. Оның күмбезі аппақ інжуден, есіктері жақуттан жаратылған. Есігінде құлып тұр. Астынан 4 өзен ағып жатыр. Бұл Құбаның сондай үлкендігі. Таудың басында құс жұмыртқалаған болса, сондай кейіпте дейді. Пайғамбарымыз арқаға қайтып кетпекші болады. Қайда барасың? Кірмейсің, көрмейсің. Есік құлыптаулыға қалай ашам дегенде, бұның кілті сенің қолыңда дейді. Кілті не дегенде? Бисмиллахир-рахманир-рахим дейді. Бисмиллахир-рахманир-рахим дегенде қақпа ашылады. Ішіне кіреді. Күмбездің 4 үстіні бар екен. 4 өзен сол неден ағып жатқан екен. Пайғамбарымыз оны көріп, кетіп бара жатқанда періште айтады, жақсылап қара дейді. Көрдің бе? Көрдім дейді. Жоқ, сен жақсылап қара дейді. Қарайды. Қараса, Бисмиллахир-рахманир-рахим деген жазудан өзендер ағып жатыр екен. Бисмилла дегенде мим деген әрпінен ол су өзені ағып жатыр. Аллах дегенде ха әрпінен сүт өзені ағып жатыр. Рахман дегеннен мим әрпінен шарап өзені, Рахим дегендегі мим әрпінен ол бал өзені ағып жатқан екен. Сахабалар пайғамбарымыздан, я Расулаллах, бұл жәннаттың өзендері, жәннаттың ағаштары енді қандай болады дегенде пайғамбарымыз, жәннаттың ағаштары қурамайды, жапырақтары түспейді, ол дымқылдығын ешқашан жоғалтпайды деді. Оның түбі інжу маржандардан, ортаңғы бөлігі ол қызыл жақуттан, ал жоғарғы бөлігі алтыннан. Бұтақтардың бәрі зүбәржаттан, ал жапырақтары сүндістен жаратылған. Оның жемістері мол болады. Алуан түрлі жеміс. Егер де момын астында тұрып, түрегеліп тұрса да ол жеміс келеді. Отырып тұрған болса да ол жемісі келеді. Жатып тұрған болса да жеміс келеді. Ешқандай олар қиыншылық көрмейді. Қалағанша жемісін жей береді. Оның көлеңкесі көптеген арақашықтықта алады. Атты әскер астынан 100 жыл шақырым жүрсе де оның түбіне жете алмайды. Басы аршыға жетіп тұр, түбі бірінші қабат аспанның етегінде. Арасындағы бүкіл қасырлар, сарайлар, үйлердің бәрі жауып тұр. Момындар не қалайды? Жеміс қаласа да, құсты қаласа да, ол алдына түседі. Құсты жегісі келсе алдына құс түсіп, оның бір жағы пісірілген ет, бір жағы қайнатылған ет болып жетеді. Оны қалағанша жейді. Жеп болған екен құс қайтадан ұшып кете береді. Ал содан кейін сарайларына кіреді. Ол сарайлары жасыл зүбәржаттан жаратылған. Ішіндегі бөлмелер, іші сыртынан көрінеді, сырты ішінен көрінеді. Өте бір керемет. Оның ішінде хор қыздар болады. Бір сарайдың ішінде 70 мың ауласы болады. Әрбір аулада 70 мың үйлер болады. Әрбір үйлердің ішінде 70 мың төсектері болады. Олардың 70 мың төсеніштер болады. Әр қайсының үстінде бір хор қыздардан отырады. Ол хор қыздардың реңі қызыл, ақ, сары, жасыл, осы 4 реңнен құралған.
Алла Тағала олардың аяқ жағын мешіттен, ортаңғы жағын амбар, ал көкіректен мойнына дейін кафурмен жаратылған. Олар жерге түкіретін болса, оның түкірігі егер теңізге түссе, оның тұщы қылады, оның иісі бүкіл жерді алады. Егер де оның бір қолы, бір тісі болмаса, бір тырнағының ұшы аспанға көрінетін болса, жер бетінің бәрін жап-жарық қылады. Көкірегінде өзінің күйеулерінің есімі жазылып тұрады. Кімде-кім маған қол жеткісі келсе, Раббысына бойсынсын дейді олар. Бұл жәннаттың хор қыздарының сипаты. Ал бұл дүниеде Аллахтың разылығы үшін бүкіл дүниенің зейнеттерін тастаған әйелдер, олар хор қыздардан 1000 есе әдемі болады. Бұл дүниеде олар қиыншылықты көрді, шахваттарын тыйды, күндіз оразамен өткізді, түнді Алла Тағалаға жалбарынып намазбен өткізді. Сондықтан да бұлар жәннатта хор қыздардан да әдемі болады. Пайғамбарымызға бір кемпір келіп сұрайды ғой: "Я Расулаллах, кемпірлер жәннатқа кіре ме?" дегенде, "Жоқ, кемпірлер жәннатқа кірмейді" деді. Ол кемпір бұрылып кетіп қалғанда сахабалар айтады: "Бұл кемпірге барып хабар жеткізіңдер, бәлкім ол қыз күйінде жәннатқа кіреді" дейді. Құранда келген оларды жаңадан жаратамыз, оларға ешқандай жынның, адамның қолы тимеген деп жаратамыз дейді. Бұлар жәннатқа кіргенде адамның көркі күннен күнге арта береді, адамның жасаруы күннен күнге жасара береді. Бұл дүниеде мысалы адам күннен күнге қартая берсе, жәннатта керісінше сол болады. Мұсылман адам Сират көпірден өтіп бара жатқан екен, алдынан бір сахара. Ол жерде ағаштар болады. Әрбір ағаштың түбінде 2 бұлақтан болады. Ол бұлақтан барып ішкенде оның ішіндегі бүкіл дәрет сындыратын қан және ішіндегі қиянат, алдау, айлакерлік деген бәрі шығып кетеді. Одан кейін бір өзенге барып түскенде олардың нәпсілері жібектей жұмсарады. Иістер мол болып шығып кетеді. Жәннат қақпағына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның мінез құлқымен, Адам алейхиссаламның дене пішімімен, бойымен, Юсуп пайғамбардың көркімен, Иса пайғамбардың жасымен жәннат қақпаларына кіреді. Қақпаларын ашқанда өздерінің әйелдері мойындарынан құшақтап үйлеріне алып кіреді. Үйлерінің өзі жаңағы 70 000 төсек, әрбір төсеніште хор қыздар қызметінде болады. Бұл өзінің осы дүниедегі әйелі, оның 70 алуан түрлі киімі болады. Ол сағат сайын оның реңі өзгеріп тұрады. Сондықтан да бұлар осы нығметке Алла Тағала олар бөледі. Осы жер бетінде олар бір апталық күн кешіреді ғой. Сол уақытта жәннатта олар нығметке бөленіп жүреді. Содан кейін Алла Тағаланың бұйрығы келеді. Оларды Фирдаус жәннатындағы бір аулаға жинайды. Ол жерде минбарлар тізіліп тұрады. Бірінші нұрдан болады, жақұттан болады, алтыннан болады, күмістен болады, зүбәржеттен болады. Әркімнің дәрежесіне сай өзінің минбарлары болады. Алдыңғы қатарларда пайғамбарлар отырады, кейін салықтар, сыдықтар, ең соңында дәрежесі төмен құмында отырады. Ол құмының өзі мешіттің есінде болады. Алла субхану ва тағала оларға сол жерде құтты келтіреді, жаңбыр жауады. Ол жаңбыр өте бір әдемі иіс болып түседі. Ондай иісті олар көрмеген. Сол жерде тағы суқул жәнна деп аталынады ол жер. Жәннаттың базары деген. Періштелер қоршап тұрады. Ол жерде олар нығметтерді алып жейді. Көз көрмеген, құлақ естімеген, адамның ойына келмеген нығметтерге бөленеді. Сол жерде жәннаттықтар жоғарғы дәрежедегі және төменгі дәрежедегілер бәрі бір-бірімен жолығады. Сонда Алла субхану ва тағала сендерге нығметті толықтап бердім, оған разысыңдар ма? Разымыз, бұдан да артық нені қандай нығмет бар дегенде Алла Тағала сол жерде өзінің дидарын көрсетеді. Алла Тағаланың дидарын көргенде олар сәждеге жатады. Бұл жәннатта ең абзал нығметтер. Алла Тағала баршамызға оны нәсіп етсін. Бұл нығметті көргенде олар есін жоғалтады. Сонда Алла Тағала бастарын көтеріңдер, бұл сәжде қылатын орын емес. Сендер нығметке бөленіңдер дейді. Жел есіп олардың көріктері баяғыдан қарағанда тағы көркейеді. Мешіттері баяғыдан қарағанда иістенеді. Үйлеріне қайтып оралғанда оның әйелдері көріп
сендер бізден алдын кеткенде әдемі едіңдер, енді өте керемет әдемі болып кеткендер, біз Аллах Тағаланың дидарын көрдік деп оларға хабарын жеткізеді. Бұл момынның орны. Қабірден қиналып шықты, қияметтің тұрағында иналды. Соңынан рахаттану үшін Алла Тағала оларға жәннат бағына кіргізді. Бұл нығметтерге қалай жетеміз? Не істеу керек енді? Алла Тағаланың харам еткен нәрселерден тыйылу керек, күнә істерден тыйылу керек, қолдағы аз нәрсеге қанағат ету керек, және Алла Тағалаға құлшылық қылуға ешқашан ерінбеу керек. Және өзімізге жақсы жолдастарды таңдау керек. Өйткені жолдасың жақсы болса, ол жәннатқа жетелейді, жолдасың жаман болса, ол тозаққа жетелейді. Пайғамбарымыз сондықтан да бауырларыңды көбейтіңдер дейді. Өйткені ол қияметте сендерге шапағат етеді дейді. Сол сияқты Алла Тағалаға жатсақ та, тұрсақ та жалбарынып дұға қылып, Аллахым тозақтан сақтап жәннатқа кіргіз деп дұға керек. Ибрахим Адхам бір кісінің моншаға түсуге барады. Моншаға түсейін десе, жоқ, ақшасын төлейді. Сонда жылап, жалбарынып, я Рабби, бұл дүниеде шайтанның үйіне ақшамен кіретін болса, ақысыз кіргізбейтін болса, онда пайғамбарлар, шыншылдар кіретін жәннатқа біз қалай тегін кіреміз деп жылайды екен. Сондықтан амалын көбейтеді екен. Әл-мауту бабун ва куллу наси дахилуху, я лайта ба'дал маути маддару, аддару джаннату хулдин ин амилта бима юрдал илаха, ва ин халафта фаннару, хума махаллан ма линнаси гайрухума, фанзур ли нафсик айяддару тахтар деп бір ақын айтқан екен. Өлім деген нәрсе ол бір қақпа, одан барлық адам кіреді. Бірақ та осы есіктің артында бір екі аула бар, қайсысына кіретіндігін білсем екен дейді. Оның артында жәннат деген қақпа бар, оған Алла Тағаланың разылығына бөленген адамдар ғана кіреді. Ал Аллахқа қарсы келгендер, олар тозақ қақпасына кіреді. Сондықтан да бұл адамға екі ғана орын беріледі, оның ешқандай үшіншісі жоқ. Енді алдыңа осы екеуін ұсынып, қайсысына кіресің, соны жақсылап ойлап таңдағың дейді. Уссаллаху тағала ала хайри халқи Мұхаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.